Так, оқушылар, сіздер Google аккаунттарға барлықтарыңыз кірдіңіздер деп ойлаймын, яғни мен берген Google аккаунт Алматы Edu аккаунтына сол аккаунтпен кіргеннен соң бүгін мен YouTube'ға видео салдым. Мысалға, осындай видеоны қалай жасаймыз деген сұрақтан бірінші бастасақ. Бүгін салған видео. Мысалы, осындай видеоны қалай жасаймыз? Енді қараңыздар, мұндай видеоны сіздерге жасау үшін ең біріншіден сценарий керек сіздерге. Сценарийді осы аккаунтпен кіріп, Gemini арқылы жасасаңыздар болады. Мысалға, мендегі жасалған мына ізделген орындар Gemini'нің ішінде. Барлық заттарды айтып отырасыз, тапсырманы беріп отырасыз, және сол арқылы жасап шығуға болады. Яғни осындай суреттерді, кейіпкерлерді бір-бірден жасап аласыз. Содан соң барып, біз білетін ол екіншісі Grok. Grokқа кіресіздер. Grokқа кіресіздер. Кәдімгідей логин парольдеріңізбен іздеп басып кіресіздер. Осы Google аккаунтпен кірсеңіздер болады, немесе басқа бір аккаунттармен кірсеңіздер болады. Бұл жерде Grokты сіздерге 50 күніге кадрға дейін рұқсат береді. 50 кадрға дейін. Жаңағыдай суреттерді алып аласыздар ғой, скачать етіп алып аласыздар. Одан соң промпт жазып бер деп айтасыздар. Солардың барлығын осы жаққа жасатамыз осы жаққа. Imagine бөліміне өтіп, одан соң барып мына жаққа жаңағы жүктелген суреттерді салсақ болады осы жаққа. Мына суреттердің барлығын салып, оны ары қарай мына жерге промпттарыңызды жазасыздар. Осы жерге мына жақтан сурет, мысалы, YouTube-ға тек қана шортс салатын болсаңыздар, 2:3 форматын таңдайсыздар. Ал лонг видеолар салатын болсаңыздар, кәдімгідей ұзақ видеолар, онда осы ортасындағы 3:2 форматын таңдап жүзеге асырсаңыздар болады. Мен жасаған бүгінгі видеоларды көрейік қазір. Интернет өте әлсіз болып тұр, или сайт нашар істеп тұр. Сондай болып тұр. Мысалы, мына промпт жазып берді маған, осындай. Яғни менде бұл видеоның ең соңындағы шығатын жері, оған осы жерге тіркелейік, лайк басайық деген сияқты заттар шығу керек. Осы жерден жасаған болатынбыз. Енді біз жібереміз, басамыз, повторить басамыз, жасаймыз. Осылай шыққаннан кейін оны скачать етіп алып, видео жасай берсек болады. Бірақ бізге нақты качественный, сапалы видео керек қой. Сол үшін мына жақта 3 нүктені басып, улучшить качество деп бассақ, бізге жақсы качестводағы видеолар жасап береді. Бірақ бұл жерде 5 секунд болады. Ең алғаш бірінші видеосы 6 секунд, бұл жерде 5 секундтық видео жасап береді. Так, бүгінге осы.